Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов мырзаға, Қазақстан Республикасы Сенат, парламент мәжіліс депутаттарына, Қазақстан Республикасы құзырлы мекеме басшыларына жолдау. Біз Ақтөбе қаласының халқы, Абай облысы, Темір қаласының тұрғындарының үндеуін қолдаймыз. 26 ақпан 2023 жылы осыған сәйкес үндеу жолдары өкінішке орай жабулы қалды. Біз Ақтөбе қаласының 326-дай бау-бақша ұжымдарының 100 мыңнан аса халқы Қазақстан Конституциясында көрсетілген тең құқылы өмір сүру құқымыз шектелген, әлеуметтік ахуалы шешілмеген қара тұрғындарымыз. Өз тарапымыздан жергілікті тұрғын қала стандартына сәйкес қала аумақтарын дамытудың бас жоспарындағы инженерлік қамтамасыз етілуін, тұрғын үй массивін берілуін талап етеміз. Екінші, Ауыл шаруашылық министрлігінің Қазақстан Республикасы саяжай және бау-бақша шаруашылығын дамыту 2024-2026 жылдарға арналған жол картасы әзірленді. Қабылданған жол картасы ең алдымен нормативтік құқық базаға өзгерістер енгізуін талап етеді. Бір жыл бұрын біз Ақтөбеде бұрынғы көгалдандыру топтарының шекарасында қала тұрғындарының мәселелерін белгілеу, негіздеу және шешу жолдарына бар жұмыс тобын құруға қол жеткіздік. Негізгі мәселе монополистер мен халық арасындағы проблема. Ол газ, электр, су проблемасы түбегейлі шешілген жоқ. Ендігі назар аударатын жайт 2005 жылғы электр энергиясы бойынша және 2030 жылғы газ туралы Қазақстан заңнамасының өзгерістері енгізілгеніне қарамастан, әлі күнге дейін энергетика 1985 жылғы КСРО-ның энергетика министрінің бұйрығымен, ал газшылар 1991 жылғы норматив бойынша жұмыс істеп келеді. Негізгі құжаттарды қабылдау осындай олқылықтардың орын алып отырса, қарапайым халықтың тұрмысының жақсартуға бағытталған қандай бір түбегейлі шаралар туралы айтуға болады. Қазақстан Ауыл шаруашылық министрлігі кең байтақ қазақ жерінде мал шаруашылығы, егін егу, аграрлық сауалдарды шеше алмай отырып, Қазақстан Республика қалаларындағы миллионнан аса тұрғындарының әлеуметтік ахуалын қалай шешпек? Бұл дегеніміз әлін білмеген әлек емес. Осыған сәйкес Қазақстан Республикасы құзырлы мекемелерінің қалалардағы бау-бақша ұжымдарына тікелей қаражат бөліп, оны қала әкімшілік құзырына беріліп, мемлекеттік, қоғамдық монополияға қарсы реттеу, бақылау мен шараның орындалуын қадағалау. Жоғарыда айтылғандай, қала аумақтарының мәселелерін мойындамай, шешпей, қаланың инфрақұрылымын дамытпайды.